oypatlığının keng sahra dalalarında, Lövpür suğlu Amu Daryanın ayağında jaylaskan бұл қияшлы ülke Қарақалпақстан деп аталады. Бұл ülkenin her bir uğuz toprağında jatırgan ötmüş елеслері uzak əsirlerge sozlarlığı hakikat. Bir neçe dövrlerde öz işine alatığın Ayaz qala, Gevur qala, Qoy qırılğan qala, Däwkesken qala, hem tağı başka köplegen tarihi estelikler, tarihi juda ayyemden başlanatığın Қарақалпақ халқының ayyemgi tarihin көз aldımızga елесletedi. Tarifin başlanıp olmazsa git saktanı. Kaysırdı bolsan da sen şandın haktanı. Tarixini okup görsem her jaktan Esilden keng peyil Қарақалпағым Bir atın oğaylı, bir atın kıpşakı Barlığında barsan tarihte oksak Şaverşilip barha baktın tutsam Köp hasret çekken Қарақалпағым Қарақалпақлар шығыстың белгілі халқларынан болып, олардың келіп шығу тарихы Арал бойларын жайлаған әйемгі сақ, Массагет, Ионет қаңлері менен тұтасады. 9-шы әсірде Араб алымы Ан-Наубри, Хорезм патшасы Алтынташтың Қалпақлар деп аталған сахра қауымлерінен алдырылған жеңімпаз гвардиясы болғанлығын айтып, бүгінгі Қарақалпақ атамасының сол дәуірде пайда болғанлығы хақында дерек береді. İnsaniyat tarixinde belgili ornu var. Mert Tumaris. Қарақалпақ халқының 40 қыз dastanındağı Gülayim arqalı. Қарақалпақ rularına uran bolğan Aruxanam Aksolpan siyaqlı analarımız Қарақалпақ kızlarının qaysarlığın hem yerkilligin toluq görsete aladı. Bol qahramanlar kelbeti sonun içinde asırlar davamında avlattan avlatqa ötüp hasterlenip gelmekte. Қарақалпақлар әсірлер davamında көп жаугершіліктен бүлініп, көшіп қонып тұрмыс кешіруге мәжбүр болған. Бұл олардың тарыдай ыдырап, көп жерлерге таралуына себепші болады. 17-18 әсірлерде Қарақалпақлар 3 жерде көрінеді. Birinci bölük Türkistan'da, ikinci bölük
Xorazmda Shimbayam Davxara atroflarında, 3 bölük Yedil hem Jayit boylarında joylashgan. Her bir xalqning tarixinde elim degen yerlerдің аты hamisha o'chmaydi. Qaraqalpaqlarda babalarımız Maman beyдің xalq uchun erkinlik, жақты kelishek izlep o'tkirgan өмірі. Aydos beyдің xalqına öz aldına qanlıq, g'aresizlik alıp beru uchun at salulары. Ernazar Alaköz'дің қаллар сескенген айбаты менен халық азатлық күрестеріне еткен басшылығы бұл халықтың ержүрек, жауынгер халық екенлігін дәлелдейді. Қарақалпақлар әзелден ақ мәдениеті, ілім білімі рауаш тапқан халық. Бұл ұлы халықтың Ажинияз Бердақ сияқлы шайырларының өлместер өтпелері бұлардың айқын спаты бола алады. Өтірікті рас етіп айтпаған, бас кетсе де туры жолдан қайтпаған, намахремді хаслы жолдас тұтпаған аты қара қалпақ еллерім барды деп өз халқының туырлығын тарифлейді шайыр Ажинияз. Кімдіктен қан тамып туған жер үшін өліп кеткеніңше қызмет жақсырақ деп Бердақ шайырымыз халық үшін жанып жасау адамгершіліктің ең жоғары пәзілеті екенлігін ұлықлайды. Қарақалпақ халқы басқа ауқамлас республикалардың халқындай Октябрь аударыспағының ақыветлерін қиын ауыр тұрмысты басынан кешірді. Сол дәуірде өз алдына республика болып қалыплесуіне белсене қатнасқан Әбу Құдабаев, Көптілеу Нұрмұхаммедов, Ізбасар Фазилов, Қасым Әуезов, Аллияр Досназаров сияқлы азамат ұлларын халқымыз мәңгі hürmet етеді. Олар Қарақалпақстанның бүгінгі еркін республика болып жетістігінде тұңғыш іргетасын қалаған азаматлар еді. Көп машақатлар менен енді ғана рауажланулар жолына түсе баслаған жас республика үшін екінші дүния жүзілік ұрыстың баслануы үлкен соққы болды. Бұл ұрыста да халқымыздың батыр ұл қызлары өзлерінің ер жүрекли халық перзенттері екенлігін дәлелдеді. Махаш Балмағамбетов, Николай Сараев, Плейс Нұрпейісов, Орынбай Абдуллаев сияқлы бірнеше жауынгерлердің аты тарихқа алтын сия менен жазылып қалды. Тылда болса, қаншадан қанша Қарақалпақ азаматлары күн түн демей фронт үшін қызмет етті.
Екінші дүниежүзілік ұрыстан кейінгі дәуір республикамыз халқы үшін үлкен раважланулар дәуірі болды. Алыс ауылларға каналлар қазып су апару, асфальт жоллар, электр линиялары, газ өткеллерін жеткеру, ауыл қожалы экономикасын көтеру, жаңа типтегі имаратлар, көпірлер, плотиналар салу, һәм тағы басқа глобал машғалалар ел перзентлерінің алдына кескін вазифа етіп қойылды. Жер төледе жасап, үштік шыраның жақтысында түнелтіп жүрген отырықшы халық әсте ақырлық пенен жаңа өмірге араласып барды. Кем-кемнен кемал дегендей, Қарақалпақ халқы дүния жүзлік раважлануларға аяқ қоса басылады. Қарақалпақстанға қуаныш ала келген темір жоллар бұл елді қоңсылас еллер менен әр тәріплеме байланыстыруға себепші болды. Қалаба газлестіру бағдарында да нәтижелі жұмыслар түсленді. Бұрын жипек жолы өткен жол менен таза, кең асфальт жоллар салына басылады, һәм Европа жоллары менен тұтасты. Бұл ұлы іслердің басы қасында бұрынғы ел басқарған, елді бірлікті шөлгінлестірген Біржан Сейітовтай, Мәтеке Жұманазаровтай, Наурыз Жапақовтай, Қалдыбек Камаловтай Қарақалпақ халқының зәбердес перзентлері тұрды. Арал, қанарына сыймай жағаға келіп ұрып қайтып тұрған Арал теңізі. 60-шы жылларға шекем бұл жерлерде неше мың тонна балықлар жетістірілетін еді. 60-шы жыллардан кейін ықлымның өзгеруі менен сулар тартыла басылады. Бірақ халқымыз үмітлерін үзген жоқ. Бұл атырапта елі тіршілік қазанның қайнайтынлығына халқымыздың сенімі мол. Bir 1991 жыл 31 август. Өз ғаресізлігіне еріскен Өзбекстан мемлекеті құрамындағы Қарақалпақстан Республикасы өзінің мемлекетлік байрағына, мемлекетлік гербіне, мемлекетлік конституциясына ие болды. Бүгінгі Қарақалпақстан батыста үстірттің шексіз далалары менен, Құбыла батыста Түркменстан мемлекеті, Құбылада Хорезм Навайы уалаятлары менен, шығыста Қызылқұм менен шекаралас болып, арқада Аралға шекем давам етеді. Ғаресізлік шарапаты менен кем-кемне республика экономикасы, ілімі, білімлендіру мәдениеті менен спорты, көркем өнері және де раважлануы жолына түсті. Медицина ілімлерінің докторы Орал Атаниязова жер-жүзілік Голдман сыйлығын иелеген Қарақалпақ қызы. Евро-Азия физиклері таңлауында қатарына 3 алтын медал алған Қарақалпақ перзенті Алишер Санетуллаев Мойнақта
soң nöküstü bilim alıp жүрген mekdep оқушысы еді. Тай бокстан 5 мәрте жаһан чемпионы болған Қарақалпақ Баһадыры Еркінбай Құтыбаевты бүткіл дүния спортшылары тән алды. Ғаресізлік, пидайылар пидайысын таңлап, Өзбекстан қаһарманы деген хүрметлі ат беріп, көксіне алтын жұлдыз тағып атыр. Халқымыздың кең пейілі мірубетлі халық екенлігін іс жүзінде дәлелдеген Алла-Нияз Өтенязов. Тарихы ұлы халық екенлігін жаһан халықларына таныстырған жазушы Төлепберген Қайыпбергенов. Milli poeziyamыздың мақтанышы болған шайыр Ибраим Юсупов. Атақлы дихан Ағтай Адилов. Ана һәм бала саламатлығы жолында аянбай қызмет еткен шпакер Анесия Сейітовалар бұл ұлы мәртебеге дәслепкілерден болып мияссар болды. Бүгінгі күнгі есаппенен Қарақалпақстанның жер майданы 166,6 мың квадрат километр болса, бұл өлкөде 1,573,000-нан аслам халық жасайды. Қаресізлік жылларында Қарақалпақстанда ірі құрылыслар, қоспақ кәрханалар, спорт комплекслері, жоғары оқу орынлары, колледж лицейлер, мектеп имаратлары һәм тағы басқа көз қуандыратығын өзгеріслер, раважланулар жүз бермекте. Әсіріміздің ең үлкен құрылысы болған Қоңырат сода заводы құрылысы. Құс ұшса қанаты талған үстірт құшағына ел қонды. Шексіз сахрада елапат сияқлы қалашалар пайда болды. Қарақалпақлар өзлерінің тарихындағы әйемгі 5 қала болған Беруни районындағы Шаббас қаласы өзінің мазалы қаулылары менен Шорахан, Төрткүл районы өзінің дүнияға белгілі әжайып сұрлары менен Шымбай қаласы өзінің өмірбек лаққысы менен Қожойлы қаласы Мазлумхан сұлуы менен Қоңырат қаласы жіпек жоллары, пойыз жоллары менен барса келместегі дүскәллері менен һәм ұлыма айтқанда әзірге Қарақалпақстан Республикасының пайтақты Нөкістей қаласы менен орынлы түрде мақтана алады. Мемлекетіміз президенті Ислам Каримов пайтақтымыздың 70 жылдық мерекесінде Қарақалпақстанның бүгінгі келбетіне жоғары баға берді. Muhtaram vatandaşlar, qadrdonlarim, xalqning baxtu taxti uning tug'ilib o'sgan yeridir. Uning jipsligi, ahilligi va og'iz birligidir. Bugungi unutilmas lahzalarda siz azizlarning ochiq chehrangizga boqib, avval ham aytgan bir fikrimni yana takrorlamoqchiman. O'zimni nafaqat o'zbek, balki Qoraqalpoq xalqini ham farzandi deb hisoblash menga har doim kuch-quvvat va qanoat bag'ishlaydi.
Sada hem Akkevil insanlarga makan bolgan Qaraqalpaq avulu. Ol hem usu xalqtın kevlündey keng, apvayı hem gözzal, bay tabiatlı avul. Mehman kelse, avul aymağı menen kuanıp kütüp alatığın olardı, özlerinin milli tağamların bar ıhlası menen tayırlap жүрген kız kelinşekler hareketinden tanıuğa boladı. Analары gaybar, kızları gözzal Qaraqalpaq halkı, asırlar davamında en жақсы milli dasturlerin, milli örüp adetlerin, milli tağamların avlatlarga miras etip gelmekte. Milli avqatlarımız da özgeçe. Asirese jüvörü gürtük, turama, aqsaulaq, şibaursaq, qırmış, hem tağı basqa tağımlarımızın mazası öz aldına. Aqlığın jeteligen ata, olar dünyanın мәңгілігін alemge tanıtıp barmakta. Belki bul avlat dünyada Qaraqalpaq degen xalqtın bar ekenligin, onun dünya xalqlары qatarı öz atı, tili, giyimni, gerbi, bayrağı, öz milli örüp adet dasturları bar ekenligin alemge tanıtatığın avlat çıgar. Sebebi dana Qaraqalpaq xalqı жақсыдан bak qaladı degen qoy.